баршаңыздан тілек тілейміз. Ойдағыдай өтіп, сіздерге жақсы білім алуларыңызға тілектеспін. Ендеше біз сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Келіңіздер. Мына жерден кез келген валютаны алыңыздар. Бірліктер бірінші топқа барады, ондықтар екінші топқа, жүздіктер үшінші топқа. Бірліктер бірінші топқа барады, ондықтар екінші топқа барады, жүздіктер үшінші топқа. Таңдамай аламыз балалар, бәрі әдетлену керек. Бірліктер онда келеді. Тез-тез, бір, екі, жүздіктер дегеніміз қайда? Анда. Тез-тез. Ал балалар жақсы топқа бөліп алсақ, бұл валютаның теңгеніңізге қатысы қанша қала білесіздер? Жақсы ана жерге отыра бер. Балалар, бұл валютаның қатысы қанша бізге? Ол қандай символ біздің? Айтамын. Біздің Қазақстан Республикамыздың бірлік және өзіміздің валютамыз бар. Символы. Ұлттық символымыз. Тағы да? Біз тәуелсізбіз. Біздің өзіміздің ұлттық валютамыз бар деген. Өте дұрыс. Біз тәуелсіз мемлекетпіз. Өзіміздің басты байлығымыз бірі болып табылатын ұлттық валютамыз бар. Жақында ғана 15 қараша күні ұлттық валюта күні тойланған болатын, Жақсы. Және ол біздің бүгінгі тақырыбымызбен де тығыз байланысты. Жақсы. Ал енді балалар топқа бөліп алдық. Біздің ұранымыз. Кәдімгі орнымызда тұрамыз. Әр сабақта айтқан сөзіміз ұранымыз бар. 1, 2, 3. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың бас жауы. Қарайсыңдар. Сондықтан біз сабақта ең бірінші неге мән береміз? Тәрбиеге мән береміз. Бұның авторы кім нақты сөздің? Әл-Фараби. Тамаша, жарайсыздар. Енді біз өткен сабақта нені өттік? Қандай тақырыпты өттік? Өмірі және шығармашылығымен таныс болдық. Енді сіздерге мынандай тапсырма берді өткен сабақты пысықтау үшін. Бірінші топқа суреттерді сөйлетеміз барлығымыз. Бірінші топқа Ыбырай Алтынсарин өмірі мен шығармашылығы беріледі. Бұл сіздерге. Міне, суреттеріңіз алдарыңызда тұр. Осыны сөйлетесіздер. Екінші топ, қараңыздар. Ыбырайдың ұстаздық жолы, яғни ағартушылық жолы. Сіздер айтасыздар. Түсінікті ма? Ол қандай жерде қандай мектеп ашты, қазақ балаларына не істеді, соны айтамыз. Ал сіздер үшінші топ тыңдаңыздар. Жалпы шолу жасайсыздар. Екі топтың айтқан маңызды ақпараттарын қорытып айтасыздар. Түсінікті ма? Жақсы. Сіздерге дайындалуға 1 минут уақыт беріледі. Ал топтарыңызбен ақылдасып алыңыздар. Дайындық болсын, беруіне болады. Барлығын өздеріңізі. Бір шақырымда барлығын бір сөйлеммен айтып шығуға да болады. Топ-топ қатысасың. Қандай топ белгіледі?
аса өрнекті ағартушысы. Өрнекті, иә. Өрнекті ағартушысы. Ары қарай жалғастырады. Жақсы, тамаша. Нұрғалым. ағартушы педагог. Оның ең алғашқы шәкірті Қорғанбек Бірімжанов. Ең алғашқы қазақ балаларын білімге сусындатқаннан кейін қазақ балаларының барлығы оның шәкірттері болып табылады. Келесі. Ал Темірлан. Сіздерге қараймыз, оқушылар. Мектепке көшкен. Қазақ мектебіне барған. 1857 жылы ол қазақ мектебін қызыл оқады. Жақсы, үздік бітірді. Келесі. Тақ қайсымыз айтамыз? Ал, Даниял, сөйле ғой. Не айта аласың? Ал, айта ғой, Темірлан толықтырамыз. Даусымыз шығарамыз. Бері қарап тұр. Ja, 14 бала қатысты. Орыс тілі мұғалімі болған. Оған орыс тілі және қазақ балалар қатысқан. Сол өзі ашқан мектепте 14 бала қатысты деп айтты, Темірлан? Сол балаларға білім беруде дейді, қойға шапқан аш қасқырдай ұмтылдым деп өзі суреттеп жазады. Жақсы, тамаша. Қосатындарыңыз бар ма? Жақсы. Ал, Нұрқады. Ыбырай Алтынсарин, Торғай, Қостанай, сосын Ырғыз, Ақтөбеде 10-нан астам мектептер ашқан. Тамаша, 10-нан аса мектептер ашты. Ал, екінші топ, сіздер не айтасыздар? Қайсымыз бастаймыз? Жалпы шолу жасаңыздар. Орнымыздан тұрамыз, Мұхаммед. Ыбырай Алтынсарин, ол ақын жазушы педагог. Ол 1860 жылы мұғалім болып істеген. Бірінші сыныптан орыс тілі мұғалімі. Сосын ол қазақ балалардың бәрін орыс сөйлеуге үйретті. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Ал, Нұрали. Суретіңіз қолыңызға аламыз. Айта бер. Тыңдаймыз. Бастауыш мектепті ашты. Ол орыс тілі мұғалімі. Және ол ағартушы білім халыққа білім ашу керектігін түсіндірді. 1863 жылы жаңа мектеп ашты. Жақсы. Ата не айта аламыз? Қыздарға арналған мектепті ашты ма, Ыбырай Алтынсарин? Онда қанша қыз бала оқыды? 211 қыз бала оқыды. Соның ішінде қаншасы қазақ қызы болды? 72-сі қазақ қызы болды. Тамаша, жақсы. Жалғастыратынымыз бар ма, Айшат? Жақсы, келесі топқа сөз береміз. Ыбырай Алтынсарин қазіргі қазақ халқының аса көрнекті педагогі және әрі ағартушы болған. Ол Ресей мемлекетіне ұшып келіп, Санкт-Петербург қаласында және Москва қаласында болған. Ол сол қалаларда орыс мектептерінің атын біліп және орыс ағартушылармен танысқан. Дос болды және танысқан. Ол 1887 жылы бір мектепке Торғайда ашылған жаңа мектепке түскенде, ол сол мектепті үздікке бітіріп шығады. Ол мектепте орыс тілін және шет тілін, қазақ тілін, араб тілін жақсы меңгеріп шығады. 1860 жылы сол Торғай қаласында ашылған жаңа мектепке, 4 сыныптық мектепке орыс тілі пәнінің мұғалім болып тұрады. Ол кезде ол орыс тілі пәнінде балдарды тілге, мәдениетке және тәртіпке үйретеді. Жақсы. Қосамыз тағзар. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы туылып, 1889 жылы өмірден қайтқан.
Құпия мысалын өмірге ең бірінші келген кезінде әкесінен ерте айырылды. Сонсын өзінің атасымен Алғожа бидің өзінің атасымен өмір сүрді. иә жақсы тағы да қосатыныңыз бар ма жалпы ал Ермахан Ол Ыбырай Алтынсариннің көңілдері бар және оның телегалалар оқылып және өнер білім басшылар өлеңдері өнер мен білімге шақырады. тамаша жарайсың өнер мен білімге шақырады қазақ балалар әдебиетінің атасы деп айтуға болады иә ал Расул Ыбырай Алтынсарин біздің Қазақстанымыздың ең бірінші педагогы және де ең бірінші әліппені ашқан. жоқ шатастың сен ағартушысы Иә, иә сен басқа Ахмет Байтұрсынов басқа ағартушылармен шатасып тұрсың жақсы ма ал кеттік балалар тамаша сендер өте жақсы меңгергенсіңдер бұл сабақты енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өздеріңіз дәптерімізді ашамыз жазып аламыз Ыбырай Алтынсарин дүние қалай етсең табылады атты әңгімесімен танысып боламыз ал балалар дәптерлеріне жаза алыңдар бүгінгі күнді дүние қалай етсең табылады не болды ал балалар бүгінгі біздің өтетін әңгімеміз не туралы екен тақтаға назар аударамыз Дүние қалай етсең табылады. Әңгімесі француз жұртының білімді бір адамы тіленші Антонға ақыл айтып, дәл сен секілді жүйрік болған. Бірақ тіленші болып ешкімнен қайыр сұрамады. Оның орнына еңбек етіп, 2 күндіз орнын аштым дейді. Жолаушы істің айтқан тілін алған Антон еліне еңбек етіп, маңдай терімен жақсы тұрмысқа жетеді. Дүниені ертең еңбек төккен терден сұрау керек деген тұжырыммен аяқталады. жақсы балалар бұл әңгімеге жалпы шолу болды енді келесі тақтаға назар аударамыз арнайы бейне жазбаға көретін боламыз 1891 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұрушы еді. Сонда әрдайым жолында бір Антон деген тіленші ойып қайыр сұрап алып жүруші еді. Bir күні тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы ақтау кісіге ұшырасып, жөніміз бір болған соң бірге келе жатқанымызда, әдетше манағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Қасындағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрды да айтты: "Сен қарауға ел есті кісі секілді көрінесің, және жұмыс істеуге қуатың да бардай көрінеді. Сөйтіп тұрып, бұндай жаман істер өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Мен өзім де сендей кедей едім, бірақ сендей тіленші қылғаным жоқ елде. Қала-қаладан қыдырып жүріп, сілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді апарып қағаз киетін фабриктерге сатып, сонымен азды-көпті ақша болған соң бір есек бір арба алдым. Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек, әр үйден ескі-құсқы, тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10.000 франк ақша тауып, енді бір қағаз фабрикасына кірістім. Жасым жас, ісіме нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы күнде 2 айдың жас жұртым бар. Фабрикамды балама бердім. Үмітім бар, балам да аштық көре қалмас деген. Себебі баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы айтқанымша, машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, деді де жөніне жүріп кетті. Антон бұл сөздерді естіген соң терең ойға қалып, қайыр сұрауында ұмытып тұрып қалды. 1815 жылда Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітап сататын үлкен дүкенге кірді. Дүкеннің ішінде бірнеше приказчиктерге олай-бұлай етіңіз деп бұйырып тұрған бір купецтің кескіні көңіліме таныс реушілік көрінді. Сөйтіп тұрғанда әлгі кісі мені көріп, бетіме қарап тұрды да қасыма келіп айтты: "Айып етпесеңіз сұраймын. Мұнан 25 жыл бұрын сіз оқып жүріп,
жұма сайын Версальдағы үйіңізге барып жүрген жеріңіз бар ма еді? Сонда ойыма түсіп таңғалып, сен Антонбысың, дедім. Рас, деді Антон. Мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін. Сол жүргеніңіздегі бір күн қасыңызда бірге жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшілікті тастап жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма түнді болдым. Ақырында сол кісінің айтқаны келіп, мінекей, осы зор дүкеннің иесі болдым, деді. Ал жақсы балалар, сендер шығармамен таныс болдыңдар. Ендеше біз алдымыздағы қима қағаздарды аламыз. Бір-біреуден аламыз барлығымыз. Осы сұрақтарға, әңгіменің сюжеті бойынша осы сұрақтарға жауап береміз. Дәптерден жұмыс. Дәптерге кесте сызуға болады. 1, 2, 3 деп сұрақтарға жауап береміз. Екеу ара біреу ала беріңдер. Дәптерlerіне сызасыңдар ма? Сызбай 1, 2, 3 деп жаза беруге болады. Бір кітапты аласың. Жоқ, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге жазамыз 1, 2, 3 деп. Қандай мәселелер көтерілді бұл шығармада? Соны жазамыз, қараймыз. Шығармадағы мәселені ашатын үзінділер және де қандай үлгі-өнеге береді бұл шығарма? Немесе бай болудың басты шарты не екен? Осыған назар аударамыз. Сұрақтарға жауап береміз. Дәптермен жұмыс. 1 дейсің, 2, 3 деп жазамыз. Ал кеттік тапсырма орындаймыз. Жасаңыз. Бұнда көтерілген, қандай мәселелер көтерілді, қандай? Не туралы айтып тұр деген сөз? Антон кім болды? Бастау. Жазамыз. Басымыз көтеріп отырып жазамыз. Балалар еңсемізді тік отырып, түзіп отырып жазамыз. Жақсы орындаймыз. Жылдам, сапалы орындаймыз тапсырма. Ал болдық па? Қазір шығарма біз өз уақытта шығарма деп аталады, әңгіме. Нұрғалым болды. Қай сәтте осы шығарманың негізі мазмұны ашық. Антон әр шығарып келіп жолаушы ақылайтады, ол сөзге ашық тұр. Бір-біріміздің тобымызбен ақылдасамыз, тобымызбен қараймыз. Ал балалар, дайын болсақ, айта беруге болады. Әдемі етіп, көркем етіп жазамыз.
жұмысыма нық, әрбір ісіне жауапкершілікпен қарады. Жақсы, қазір басқаларды көтейік. Жылдамдатамыз балалар. Üzümlü şey getirirsin. Her zaman üzümde o şeyde onlar. Немесе өзімді жақсы. Қалғандарымыз жақсы балалар. Көбісіміз болып қалдық. Болдық. Нұрғалым бастаймын. Қалғандарымыз тыңдаймыз. Антон ең бірінші қайғы сұрап жүрген. Қайыр сұрап жүрген. Қайғы сұрамай жұмыс істеді. Қайыр сұрамай. Ең бірінші еңбекпен ақшаны табу керек. Қайғы сұрамай. Қайыр сұрамай, тіленшілікпен айналыспайды деп, иә? Жақсы, келесі. Тағы кім айтады? Аласыздар. Қандай мәселелер көтерді? Үйде болғанда ақшаны шешімі табылады. Шығармадағы мәселені ашып өткенде Антон қайыр сұрағанда мен де сен секілді үйде болған егер сен де соған Сарқыбай кездеседі. Қандай үлгіге береді? Оның басты шарты не екен? Қандай үлгіге берді? Қалай? Берілген еңбек ету. Еңбек бәрін жеңбек деген тұжырым жасады. Жақсы. Келесі. Кім оқиды? Кім қайсы оқимыз? Үшінші сыныптасы. Оқи қоймай. Орныңыздан тұрамыз. Тыңдаймыз балалар бір-біріңізді. Антонға көмек береді және жұмыс. Дауысымызды шығарамыз, естілмей қалды. Антонға көмек береді және жұмыс айтады. Жұмыс істеуге кеңес береді. Дұрыс айтасың. Ал Нұрали, жақсы Мұхаммед. Бай болудың басты шарты көп жұмыс істеу керек. Көп жұмыс жасау керек, тынымсыз еңбек ету керек деп ойлайсың. Жақсы. Айлин. Қандай мәселелер көтерді? Антон қайыр сұрады. Антонға әкесі өз фирмасын берді. Жоқ, Антонға өз ферма заводын берді ма? Жоқ, баласы. Оны көшедегі жолаушы айтып тұр. Антонға кеңес беріп айтып тұр. Мен өз балама өз заводымды бердім, фабрикамды бердім дейді. Ал қарай. Бай болу үшін еңбек ету керек. Жолаушының сөздері. Ісіңді нық бастап жауапкершілік атқар. Дұрыс айтасың. Ісіңді нық бастап жауапкершілікпен атқар дейді. Ал Темірлан. Тыңдаймыз бір-бірімізді. Дауысын шығарамыз. Тыңдаймыз. Темірлан. Жақсы. Мысалы, футбол тренері болып, дүкенде де жұмыс жасауға болады деп, Темірлан өз кеңесін беріп отыр. Тағы да Айшам, сен не жаздың? Ернар, Мұхаммед, сен не жаздың? Расул? Жауап беремін. Зейнеп? Асылзат екеуің бірге. Қалғанымыз? Ал, Нұрқадыр. Жақсы. Оны көрген бай, оған сен жас ермей тырыссаң қолынан бәрі келеді деді. Мақсатыңа жету үшін бара жатқан арманыңа сүрінбей бару қажет деді. Жақсы. Нұрқадыр өте жақсы айтты. Соңғы сөзіңді оқышы Нұрқадыр, дауыста. Шакир, сен естімей қалдың Нұрқадырдың сөзін. Тыңдаймыз. Тыңда, қазір не айтқан? Мақсатыңа жету үшін бара жатқан арманыңа сүрінбей бару қажет. Не деді? Мақсатыңа жету үшін бара жатқан арманыңа сүрінбей жету керек деді. Жарайсың. Тамаша.
тамаша. Әрқайсының пікірлерің барлығың өте құнды. Енді тақтаға назар аударамыз. Қазір мынандай ойын ойнайтын боламыз. Осы біздің өткен тақырыбымыз неге байланысты? Қандай тақырып? Еңбек ету ерінбей, еңбек түбі береке деген секілді көптеген мақал мәтелдер шығар. Енді тақтаға қараймыз. Әртүрлі мақал мәтелдер беріледі онда. Соны сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді тексереміз. Кім есінде тез сақтайды екен? Кім шығады бірінші? Тағы да, және, тағы да. Кел, Масрура, кел. Қалғанымыз дайын болады. Мұқият оқимыз. Қазір есте сақтап қал. Бірінші шартта. Еңбегің сайлы болса, шыңмайлы. Еңбегімен ер сыйлы. Оқы. Еңбегі көптің, өнбегі көп. Енді осыларды рет-ретмен тез орналастырып шық. Тез. Ал, баста. Осының үстін бастан өзі қойылады. Тез, қатты ойланбаймыз. Баса бер, сенімді басамыз. Осын басқың келе ма? Бас. Сенімді жасаймыз. Келесі. Дұрыс. Ол дұрыс емес деген ай келесі. Масура боламыз. Уақытың кетіп жатыр. Жылдан. Сіз бір ғана сұраққа жауап бердіңіз. Уақыт бұл жерде өте құнды. Келесі. Кел, Нұрғалым. Жылдан. Баста. Мында тұр. Оқимыз. Әр ойнағанда орындар ауысып тұрады балалар. Бір-біріңе екіншісі қайталанбайды. Ағал жылдан уақыт. Бұл жерде уақыт өте құнды болып тұр. Бастаймыз. Қабат деген келесі. Баса бер. Өте дұрыс деді саған. Келесі. Тез. Тәбіріп ал. Тамаша. Жарайды. Төрт сұраққа жауап бер. Келесі. Айшат кел. Жылдам. Оқимыз. Ұшақтар ұшып барады. Бұл жерде жылдамдық қажет. Енді орындарына орналастырамыз. Саған алмастырып жатыр. Ал келin. Тез. Бас. Сенімді орындаймыз. Жақсы, тамаша. Қабат деген ай. Енді жауабыңды көреміз. Біреу қалды. Біреу. Жақсы. Енді төртеуге жауап берді. Келесі, Ернар кел. Оқып үлгереміз. Енді жауап береміз. Жақсы. Тамаша. Ал келесің. Баса бер. Қайсың? Дұрыс. Өте жақсы. Тамаша. Жарайсың. Ернар. Төртеуге жауап бердің. Келесі, кел. Қараштыр, оқимыз. Салқалдың жанында. Еңбек көпті, өнбегі көп. Оқимыз. Жауап беруге дайын боламыз. Ал жалғас. Тамаша. Болмай қалды. Ал келесі. Екеуі тағда. Болмады. Тез, ал екеуі. Тағы бір оқушы шығады, сонымен кел Зейнеп. Тыңдаймыз, бір-бірімізді қараймыз. Қайсысы қанша сұраққа жауап берді? Ал Зейнеп. Есте сақтау қабілеті қаншалықты екенін тексереміз Зейнептің. Фатима.
Уақыт өтіп жатыр. Фатима. Жақсы. Тамаша. Ал осымен балалар біздің ойынымыз тамам. Енді сіздерге алдарыңыздан мынандай тапсырма беремін. Оқиғаны ретімен сәйкестендіресіздер. Міне осы параққа орындаймыз. Бір-біріміз береміз. Міне осыған орындаймыз. Оқиғаны сәйкестендіреміз рет-ретімен. Мысалы А, біріншісі А, екіншісі Б деп сәйкестендіреміз оқиғаны рет-ретімен. Әркім өзі осыған орындаймыз. Жоқ, осы параққа орындаймыз. Осы мен тараптан параққа орындаймыз. Оқиғаларды сәйкестендіреміз. Параққа орындаймыз. Çok birbirine saklasın. Жұмыс жасауға болады. Антонның дистанциядан сөзді класстан қабыл алу. Нешіншісі? Жақсы. Ай емес. Белгілейміз. Қайсы? Екі қайсы? Үш қайсы? Әріптеп қойып шығамыздан. Мәтін шығарманың үзіндейін. Жақсы. Тамаша. Жақсы. Ал, барлығымыз аяқтап қалдық па? Жақсы. Барлығымыз болдық па? Ал, тексереміз. Әркім өз жұмысын тексереді. Ал, балалар, тексереміз. Неше бал жинағандарыңды өздеріне астына қоясыңдар. Қанша бал жинағандарыңды? Әркім астына қойып шығар. Кәні тақтамен тексереміз. Неше бал алдық? Нешеуіне жауап бердік? Астына жазып қоямыз. 4 бал, 5 бал деп. Әркім өзін-өзі бағалайды. Неше бал алдық? Жазып қоямыз, неше бал алдық? Екеу ғана ма? Шығарманы толық үйде оқу арқылы не істейміз? Толық меңгереміз деген. Төртеу, жақсы. Төртеу деген тамаша, жарайсың. Нешеу? Бесеу, әділ бағалаймыз өз-өзімізді. Біреу, жақсы. Қалғанымыз? Бесеу. Нұралисен неше? 3, жақсы. Айшат. Неге жауап жоқ? Нұралисен ше? 4, жақсы. Ал енді балалар енді тақтаға назар аударамыз, қараңдар. Осы шығармаларды, шығармамен таныстық біз, иә? Осы шығарманың сендерге үзінді беріледі. Бұл осы шығармадан алынған ба? Әлде біз алдыңғы өткен шығармалардан алынған ба? Үзіндісі соны табасыңдар. Түсінікті ма? Кім шығады бірінші? Келі, Расул. Келі ғой, Расул. Қазір саған үзінді беріледі, сол қай шығармадан алынған? Антонның ойланып қалуы. Қай шығарма? Басқа ма? Дүние қалай етсең табылады ма? Келесі. Тағы бір сұраққа, екі сұраққа жауап бер. Жолдасының қайшыны көруі. Тамаша. Тағы да біреуге жауап бер.
Kitapxonaga borib kesdingmi bizga? Ya. Kelesi. Жолдасың Антония сөйлесуің бар ма? Бар. Бар ма? Бар. Әжемнің сандығы бар ма осы жерде? Жоқ. Балалардың орман әлеміне саяхаты. Асан қайын жерге айтқансың, ма? Айтып беру өз оқиғасын. Айтып берді ғой, өз оқиғасын. Мен өзім айлық фабрикамды аштым деп. Мұхаммедке. Келе ғой, шығамыз, бәріміз. Бір-бірімізді мұқият тыңдаймыз, тақтаға назар аударамыз. Оқимыз. Дауыстап оқимыз. Қайыршыны көруі, дауысы шығарып оқу, Мұхаммед. Дауысын шығарамыз. Орман әлеміне барды ма? Жолдасы. Келесі. Келесі, Даниял кел. Жалғастыра бер, Даниял. Келесі. Оқы дауыстап. Оқимыз. Иә. Жақсы. Басқа шығарма. Дұрыс. Айтқансына. Үлгермедің. Келесі. Асықат кел. Шығамыз бәріміз. Шығамыз бәріміз. Кезек-кезек. Ал, дауыстап оқыңыз асылдан. Қалғанымыз тыңдаймыз. Жолдасының қайшыны көруі. Басқаларымыз қарап отырамыз. Дұрыс. Оқимыз дауыстап. Келесі сабақта орындаймыз. Ал балалар, осы шығармадан сендер не түйдіңдер? Бір-бір сөйлеммен айтып шығыңдаршы кәне. Осы ал Мұхаммед. Баста. Ал Расул. Өзім қаржы сұрап істегенше жұмыс істеп андай ақша табу керек. Еңбек ету керек. Ал Нұрғалым. Қайғы сұрап жүріп, ақша таба алмайсың. Еңбекпен тапқан ақшаны шын ақша болады. Иә, ол шын демейміз, не дейміз? Адал. Адал болады дейміз, жақсы. Ал айтамыз Омар. ақша табу керек, Иә, ол халық мақалы солай айтқан, иә, біздің тақырыпқа сол сәйкес келеді. Даниял. Ең бірінші ақша табу үшін жұмыс істеу керек. Жұмыссыз ақша болмайды. Жақсы. Тағы да Фатима. Қайыр сұрап ақша тапсаң, ол өз адалдығымен тапқан ақша болмайды. Жұмыс істеп ақша тапсаң, ол өз адалдығымен тапқан ақша болады. Жарайсың, тамаша ғой. Айлин. Өз ісіңді бастасаң, оны жауапкершілікпен атқару. Жақсы. Тағы да кім айтады? Ал Асылдан. Егерде сен қайыр сұрап, қайыр сұрап жүрсең,
пайда болмайды және қазаққа жетілдіреді. Жақсы. Еңбекпен тапқан ақшаны алсаң, сол кезде наны тәтті болады. Өте дұрыс айтасың. Жақсы балалар, бүгінгі шығарманы сендер түсінген секілдісіңдер сендердің жауаптарына қарап. Балалар, бізде жолаушы Антонға не деп ақыл айтты? Сен өзің еңбектен. Соның арқасында менің нем бар деді ода? Үлкен фабрикам бар деді. Сендер білесіңдер ме, біздің қаламызда фабрика бар ма? Жоқ па біздің қаламызда фабрика? Қандай фабрика бар? Тігін фабрикасы бар, Абай қаласында. Ендеше бұл үлкен жолаушы өз еңбегінің арқасында фабрикаға жетті. Ал біздің Абай қаласындағы фабрика қалай осындай жетістікке жетті? Сонымен таныс боламыз. Қараймыз, назар аударамыз. Алып кеттік фабриканың тарихымен таныстық. Біз обратно саленді қалай етсең табылады әңгімесінде француз жұртының данышпанының қалай өзінің фабрикасын ашқандығымен таныс болдық. Сіздер білесіңдер ме, біздің Абай фабрикамыз, Абай қаласында да үлкен тігін фабрикасы бар. Шығу тарихы 69 жылдан басталады. Яғни 56 жылдық тарихы бар, тігін цехы бар, фабрикасы. Осы бұл фабриканы ашуда қандай жетістіктермен қол жеткізді? 2000 жылдары фабрика жолы Кеңес одағы одан кейін 1998 жылдан бастап фабрика басқару жайлы 2000 жылдары фабрика жабылды. 2017 жылдан бастап 2017 жылға дейін фабрика жабылды. Теңіздесі жоқ, төресі жатыр. Қорқан кәсіпорындар фабрика. 2017 жылдан бастап Нұрхан Жаңаев еңбек алмасы фабриканы алып, фабриканы арқылы жөндеу жұмыстары жасалады. Біріншіден біз кішкене ғана цехтан бастадық. Қазір бүгінгі таңда бұл фабрикада 100-дан астам бас маркеттер болған арнайы порты бар категориялардың спорттық киімдердің сарғар киімдер клубына, чек клубына киімдердің және де білетін дизайнерлердің жұмыстары бар. Киімдердің сол киімнің басына бастап ар жағында бізде трикотаж цехы бар. Онда бізде трикотаж деген бізде фабрика көбінесе біздің Қазақстанда Азалар компаниясында 100% бізде Қазақстанда жасалған. Жақсы, сіздер енді осы жасөспірім балаларға үлкен кәсіптің несі болушы қандай кеңес берер едіңіздер? Ал сендерге кеңес тыңдаймыз. Қазір көбі келген білесіз ғой, 90 жылдар көбі онлайн милиция болды, кәсіпорын болды. Шет жақтан келіп жатыр. Ресейден, Түркиядан, Қытайлардан келіп жатыр. Хотя біз олардың алып кейінгі көреміз. Жақсы, рахмет. Кәсіптеріңіз өздеріңіз молодец, отандық өнім жасай берсін. Ал жақсы балалар, осындай фабрика бар екеніне сендер не істедіңдер? Таныс болдыңдар. Енді сабағымызды қорытындылау үшін сендерге балалар 65-ші бетті ашамыз. Сонда сендерге Ахмет Байтұрсынұлының зергер сөзі берілген. Аштық па барлығымыз? 65-ші бетте Ахмет Байтұрсынұлының. Енді қараймыз, тыңдаймыз. Ахмет Байтұрсынұлы не дейді? Бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін білім керек, білімді болу үшін оқу керек, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Жақсы, барлығымыз бірге оқып, сабақты қорытындылаймыз. Кеттік. 1, 2, 3. Басқа халықтан кем болмас үшін біз бай, күшті, білімді болуымыз керек. Бай болу үшін кәсіп керек. Күшті болу үшін бірлік керек. Білімді болу үшін оқу керек. Осы керектердің жолында еңбек етіп жұмыс жасау керек. Бүгінгі біздің тақырыбымыз да осымен тығыз
байланысты болды. Иә? Сонда кез келген жетістікке жету үшін не істеу керек екен? Еңбек ету керек екен. Жақсы балалар. Енді үй жұмысын жазып аламыз. Дүние қалай етсең табылады атты әңгімесін толық оқып мазмұндап келеміз. Дүние қалай етсең табылады әңгімесін толық оқимыз. Сендер осындай сабаққа белсенді қатысқандарың үшін мың алғыс. Бүгінгі сабақты сендер түсіндіңдер, қалғанын үйде түсініп оқып келеміз деген ойдамыз. Жақсы ма? Сау болыңдар, сабақ аяқталды.